Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ера. Бүгін біздер достар мастерге қалай тез жету туралы айтатын боламыз достар. Қазір мен мастерге қалай тез жетуді айтатын боламын. Ол мастерге мен де әлі қалай тез жетуді айтатын боламын достар. Сіздерден жалғыз ғана сұрадым достар, лайк басып каналға тіркеліп осы видеоны достарыңызға таратып отырсаңыздар өте керемет болатын еді достар. Сондықтан смело лайктарыңызды басыңыздар. Қазір біздер мастерге қалай тез жетуді айтатын боламыз достар. Бұл өте оңай достар, өте оңай. Достар, мылтық оқ ататқан кезде мысал үшін біреу тұрады ғой достар. Мен сіздерге өте керемет тактика көрсетейін. Мысал үшін мынаны біреу тұрып, отырыңыздар достар. Отырып мына аяқтан бүйтіп тұрасыздар да, атыңыздар тұрып, атыңыздар міне қыпысын қалай атып көріңіздер ме? Отырып тұрып былай жаннан атыңыздар тұрып, атыңыздар достар. Себебі жан болады, ал ол бір оқпен өтесіздер достар. Ең басты осы бірінші достар, ұшақпен ұшып бара жатқаныңызда ыңғайлы лутат етуге өте ыңғайлы жер таңдауларыңыз керек. Ол үшін достар картаға қарайсыздар. Картадан бізді алып баратын біз мысал үшін мұнда или мұнда. Қайда түссек болады. Біз оңай кететін сияқтымыз. Мына жаққа ма? Сіздерге көп адам түспейтін жақты ұсынамын достар. Көп адамдар түспейтін жерге баруды ұсынамын. Мысал үшін осындай бір жерге. Көп адам түспейді деген ойдан. Мына жақта қандай бар? Ал бізде бар жаққа. Достар, қазір ол үшін мен мынаған түсейін. Мен артымда біреу түсіп жатыр ма? Мен қазір мынаған түсейін, ровно осыған түсейін. Ол мені ар жаққа апарып тастайды. Осымен кетем ар жаққа. Артта ешкім жоқ. Ол мені ана жоғарыдағы үйлерге апарып тастайды екен, сол жақтан смело лутат ете берсек болатын секілді. Себебі ол жақта онша адам жоқ сияқты болып тұр. Білмеймін енді. Артымыздан ешкім ұшып келе жатқан жоқ. Арттан кеп қалмасын. По-любому қазір нерге бомба қойып тастамасақ, арттан біреу келіп қалуы мүмкін. Біз сияқты бір өзі тыныш лутат еткісі келіп жүрген біреу келіп қалуы мүмкін. Мұнда ештеңе жоқ қой, мен неғып жүрмін осындай. Үйлерге керек, үйлерден достар сіздерге қазір айтайын. Мына дробашты алып алыңыздар, кішкентай дробаш. И потом М60 болады, нормальный мылтық М60. Және де достар, мынандай зат қолданып атқан кезде отырып тұрып істеңіздер достар. Стена алу керек, стена керек. Мұның орнына достар АК нормально. АК. Шлем екінші үрегім, оқ әрине керек. М90 мұның орнына М90. Аптешка не керек қой? Сумка керек, рюкзак. М90 орнына М40. Және де стена керек, бізге рюкзак керек болып тұр. Рюкзак. Бірақ қазіргі лутымызда нормальный, бірақ аптешка жоқ. Аптешкамыз жоқ екен. Бірақ нормальный лутымыз. Мынау бізді қайда барады? Мынау бізді ол жаққа апарып тастайды екен. Керек емес, білмеймін. Қазір мұнайды лутат етіп шығамын көріңіз. Стена керек. Сіздерге достар, ең бастысы осы екі мылтық ұсынамын. Осы АК мен
қырықтарыңыз болса смело жүре бересіз. Осы екі мылтық негізі нормально, бірақ көбісі скармен жүреді. Мына АК-ның орнына негізі айтайын мен, өздеріңіз білесіздер, бірақ осы скарға қарағанда МП90 өте керемет, сенімдірек скарға қарағанда МП90. Так, оған алып. Және де оқтар достар 150-ден көбірек болу керек. Міндетті түрде 150-ден көп оқтар болу керек екі мылтықтың да. Ал мына дробаштың осындай 14 болса болады. Мына біреулер уже атып жатыр, өлтіріп жатыр адамдарды. Ең бастысы достар, осы мен айтқандарды тыңдаңыздар, сол кезде сіздер смело мастерге тез жетіп аласыздар достар. Так, осы және де достар, мынандай неге стена көп кетті. Стена қырылады достар. Ну, стена 5-6 стена болса жетеді достар. Міндетті түрде 5-6 стена болу керек. Және де аптечканы да 5-6 болса керек. Және де ең мықтысы, ең керегі сковородка керек. Сковородка осында жүрген кезде өте керек болады достар. Бүгін только осындайлармен ұштық қой. Біз зона ауыр жақта екен. Біз мына жерді удат етеміз де шығамыз. Рюкзак, үшінші рюкзак те керемет болды. Так, мына жақтарды тазалап тастаған секілді достар. Кете салайық. Мына жақтарды тазалап кеткен сияқты. Және де ең бастысы достар, осындай саңырау құлақты жеуді ұмытпаңыздар. Саңырау жеп жатқан кезде отырып тұрыңыздар, себебі біреу атып тастауы мүмкін, басыңыздан хедшот беруі мүмкін. Жүрген кезде секіріп жүруді ұсынамын. Және де бір орында тұрып қалмаңыздар достар. Бір орында біреу шақырып қалса, бір үйге кіріп, бір бұрышқа қойып кетіңіздер. Енді біреулер бар арамызда ойнай алмайтындар, олар үшін. Міне достар. Осындай адамдар үшін достар, бағана атып тастауым керек еді. Болмай қалды достар. Оны яқта жүр. Қазір мынау мені өлтірем деп ойлап жатыр. Бірақ ол мүмкін емес нәрсе. Қазір көреміз, кім-кімді өлтіретін. Өзіміз бастайтын сияқтымыз. Ода дробаш келген. Достар, осылай өлтіріңіздер. Айттым ғой, МП40 негізі ең мықты мылтықтардың бірі. Және де абайлаңыздар достар, біреу келіп атып тастауы мүмкін. Аптечка ең керек, керек болады негізі стена. Осындай келеді, стена керек. Тез жоқ болу керек болды. Тез жоқ болайық енді. Себебі қазір біреу келіп қалуы мүмкін. Себебі жерде жатқан адамның луты кімге керек емес дейсіз. Сол үшін бәрі оған ұмтылады. Және де абайлаңыздар, сіздер атқан кезде сіздерді картадан адамдар, қарсыластарыңыз көріп қойды сіздерді картадан. Сондықтан жақында тұрған қарсыластарыңыз көрді, сондықтан абайлаңыздар достар. Абайлап осылай жүрген кезде секіріп, осылай жүру керек. Сол кезде смело топ-1 алуға мүмкіндіктеріңіз көп болады. Бірақ сіз 100% топ-1 аласыздар деп айта алмаймын. Бірақ мүмкіндіктеріңіз көп болады достар топ-1 алуға. Және де осындай бір жерге барып, керек емес заттарды тастап жүруге болады.
Бірақ нәрсе керек емес міне бізге. Және де осындай жерлерге кірген кезде абайлаңыздар. Себебі сіздер сияқты адамдар осындай бір жерлерде крисовать етіп жүруі мүмкін. Соларға кіріп қалып, оны байқамай қалсаңыздар, отвечаю, ол сізді өлтіріп кетеді. Так, мына жерде біреуді өлтіріпті. Жайлап бар лотын көрейік. Мына үшіншіден броня, мына 4X. Озор жоқ заттары бар екен, достар. Өте керемет. Так, зона бізде өте алыста. Мына жерде машина тұр, достар. Абайлап. М40-пен кірейік мына жаққа. Абайлайық, достар, біреу болуы мүмкін. Себебі мына жерде машинасы тұр. Так, жоқ. Жоқ. Қайда кетті екен? Өзі жоқ екен, достар. Және де жүрген кезде осындай немен жүрулеріңізді сұраймыздар. Сковородкамен жүріңіздер. Сковородкамен жүрсеңіздер, оқ сізге біреу атса, өте жай тиеді. Жай тиеді болғанда қыпаларыңыз жай кетеді, достар. Сондықтан осылай секіріп сковородкамен жүрсеңіздер. Сковородка ең мықтысы. Негізі сковородка, достар, көбісі білмейді. Негізі сковородка ең мықтысы. Және де осындай үйлерден абайлаңыздар, достар. Себебі адамдар болуы мүмкін. Жан-жақтарыңызға қарап, абайлап жүріңіздер. Арттарыңызға да қарап жүруді ұмытпаңыздар, достар. Және біреу хет беруі мүмкін артыңыздан. Сол кезде қиын болады негізі. Мынандайлардың іштерін, достар, қарап жүріңіздер. Себебі осындайлардың іштерінде бір адамдар болады. Және де әуе посылка тұрған жерде қарауды ұмытпаңыздар. Әуе посылка да бір адам лоттарды алып тұруы мүмкін. Сол кезде хет бер десеңіздер, өте керемет болады. Қызыл зонаға түспеңіздер. Қызыл зона ең қауіптісі негізі. Так, мына жерде біреу жүр ма? Мынаяқта ешкім жоқ па? Осы мен айтқандарды орындасаңыздар, достар, бір алуға мүмкіндіктеріңіз көп болады. Мен өте керемет екен. Байқамай мен наны. Мен, достар, ана жерде. Так, абайлайық. Анада адам бар. Мен кім атты, достар? Мына жақтан біреу атқан екен, достар. Жарайды. Осылай істесеңіздер, қараңыздар, міне 20-21 көрдіңіздер ме, достар? Осылай ойнасаңыздар, смс неге мастерге тез жетіп аласыздар, достар. Ең бастысы мен айтқандарды орындаңыздар. Және де, достар, сіздерге мен қазір настройка көрсетіп кетейін. Тағы да бір-екі нәрселерді көрсетіп кетейін, достар. Так, мыналарды ала салайын, достар. Керек болып қалады да. Беріп тұрған нәрсені алу керек дегендей. Мен қазір 221-ден ашылған екен, сонда осылайшы. 225-те анау ашылады менде. Ана жаңаны. Так, сіздерге қазір мен мына настройканы көрсетейін. Так, мына настройкада, достар, осыны только осылай отключетке қойыңыздар. И одан кейін қазір мен нан көрсетейін. Так, персонаж алғаныңызда осы мына қатты жүгіретін мен осы мына персонажды алыңыздар. Осы сенімді. Осыларды алсаңыздар, Иисус мен сіздерге қазір. Достар, настройканы көрсетіп кетейін. Настройка міне, достар.
міне осы настройканы қойыңыздар. Міне түсіріп алып осы настройканы қойсаңыздар смело топ бір аласыздар. Ендеше сіздермен бірге болған Ерасыл болды достар.